Қайырлы күн достар, менің аудио кітап каналыма қош келдіңіздер. Шүкіршілік байлықтың баспалдағы. Шүкіршілік біздің өткізген барлық марафондарымыздан орын алатын тақырып. Парақшаларымызда берілетін көптеген пайдалы посттарымызда оны көре аласың. Әрбір курсымызда 2 ауыз сөзбен болсын тоқтап талқылап кететін ақпарат. Шүкір етудің мәні дұрыс саналы түрде шүкіршілікті сезіну туралы біз айтуды, жазуды тоқтатпаймыз. Неліктен? Неге шүкір ету адам үшін маңызды? Шүкір мен байлықтың байланысы не? Шүкір сөзін асыл тілімізде көп кездестіреміз, ал психология мен ми жұмысы бұл туралы не дейді? Кітаптың осы бөлімін жай парақтап кетіп қалма. Сен білмеген қызықты фактілерге толы бөлім екеніне сөз береміз. Қызықты факт. Көпшілік шүкір ет деген сөзді естіген кезде көн, осыған да рахмет айт, басқа амалың жоқ деген мағынадағы сигналды ұғынады екен. Шүкір ет сөзін естігенде сенің басыңа қандай образдар келеді? Іштей не сезінесің? Бір сәт ойланып көр, мүмкін осы бөлімді оқу барысында сенің ойыңа сәйкес келетін мысалдарды табарсың. Бала кезден өскен ортада тікелей естімесең де құлағың шалып қалған еркектердің, ересектердің әңгімесінен жан-жағындағы болған жағдайлардан шүкір ету, амал жоқ, көну деген түйін жасауың мүмкін. Осы орайда оқырманымыз біліскен оқиғаны мысалға келтірейік. Аты Мөлдір болсын. Бала кезде жасы 7-8 шамасында. Мөлдірдің ата-анасы қатты ұрысып қалады. Бұл үйдегі алғашқы ұрыс емес еді. Ес білгелі ол әкесінің араққа сылқия тойып алып, анасын, өзін және кішкентай 2 інісін ұрып-соғып көшеге қуғанын көріп өсті. Анасы ешбір туысқанға салмайын деп ұзақ уақыт ешкімнен көмек сұрамайды. Іштен тынады. Бірақ қыстың сол түнінде Мөлдірдің анасының балаларын алып көрші ауылдағы үлкен әпкесінің үйіне қашқаннан басқа амалы болмады. Әкесі сол түні ерекше мас еді. Анасы мен дәдесінің әңгімесін Мөлдір анық еске түсіре алады. Дәдесі жылап қорқып отырған анасына анда-санда ішкені болмаса несі жаман? Бәріміздің күйеуіміз періште емес. Жан-жағыңа қара, барлық әйелдер осылай өмір сүреді. Қандай болса да ол балалардың әкесі. Осыған да шүкір де. Байсыз жүрсең көререм. Үйіңе қайт, жет қояды. Шыдайсың, басқа амалың жоқ деп басу айтқансып, бір түн түнетіп таңда үйлеріне қайтарды. Мөлдірдің ата-анасы ажырасқан жоқ. Әкесі әдетін қойған жоқ. Ал анасы ол мектеп бітірген жылы ауырып қайтыс болды. Бұл жағдай бала Мөлдірдің санасында шүкіршілік, үнсіздік жаныңа батса да шыдап амалының жоқтығын білдіретін жағдай деген түсінік қалыптастырды. Кейіннен біз жүргізген сауалнамалардың нәтижесінен көп адамдардың ойында осы түсінік қалыптасқанын білдік. Алматы әйелдер орталығының аудиториясы өте белсенді. Оқырмандарымыздың берген жауаптарынан тағы да қате түсінік байқадық. Шүкіршілікті қай кезде қандай жағдайда көбірек айтасың деген сұраққа мынадай жауаптар нұсқасы келді. Мұқият тыңдаңыз. Ең біріншіден ол көшеде, базарда, мүмкіндігі шектеулі, арбаға таңылған, аяғы не қолы сал, орнынан тұра алмайтын жандарды көргенде өз денсаулығымызға шүкір, осындай жағдайда болмағаныма шүкір деп шүкіршілігімді айтамын деді. Ал екіншіден, тұрмыс жағдайы менен төмен, қаражаты, үйі дұрыс, киімі жоқ адамдарды көргенде шүкіршілігім артады деді. Үшіншіден, білімі, ой-өрісі менен төмен, біліктілігі аз адамдарды көргенде, баласы жоқтарды көргенде шүкіршілігім артады деді. Махаббатын таппай жалғыз жүргендерді көрсем, шүкіршілігім артады деді. Ал бесіншіден, ауыр дертке шалдығып, аурумен алысып жүргендерді көрсем, өміріме ризашылығым артып, шүкіршілік жаудырамын деді. Мүлдем шүкір айтпайтын адамдардың жанында
бұл категориядағы шүкір айтушылардың жағдайы дұрысырақ шығар. Өйткені бір жақсысы шүкір айту керек екенін біледі. Бірақ осылай өзіңді басқа адамдармен салыстыру арқылы өзіңді өзгелермен жоғарырақ, ұтымдырақ, ақылдырақ, артығырақ санаудың артында шын мәнінде шүкіршілік тұр ма? Салыстырудың артында жарыс бар. Кіммен жарысып жүрсің сонда? Шүкір етемін деп басқа жанды мүсіркеп, өзіңді үстем етіп тұрған жоқсың ба? Ойланшы. Біз жасауымыз керек, ұмтылуымыз керек саналы шүкіршілік бұл емес. Шүкір етіп жүрмін деген паймен өз мүмкіндіктеріңді шектеп, шүкіршілік осы екен ғой деп адамдармен өзіңді салыстырып жүруден аулақ бол. Өйткені салыстырудың артында сын бар, басқаларға баға беру бар. Басқа адамдарды Алланың жаратқан пенделер десек, оларға сын айтып баға беру біздер басқа пенделер үшін шамаға шешетін әрекет пе? Әрине жоқ. Әлемде Алла жаратқан ешбір дін не өлі дүниелердің сыры мен мәнін адам баласы ұғына алмас. О бастан шаман келмейтін әрекетке күшіңді сарқып жүрме. Кейсе басқаның жетістігін көріп, өзіңнің потенциалды жетсе де жалқаулығыңмен жарып бермеген кезде сылтауратып, шүкір осыған да мен ол сияқты құнығып кеткім келмейді деп, өз әрекетсіздігін шүкірмен жасыратындар да бар. Саналы шүкіршілік неден басталады? Қасиетті Құранға жүгінейік. Ибрахим сүресінің 7 аятында жаратушымыз шүкір етсеңдер арттырамын дейді. Біз не нәрсеге шүкір етсек, соны көбейтемін деп анық уәде беріп тұр. Жалпы шүкір ету ол разы болу. Кімге, не үшін разы болу? Бізді жаратқан Аллаға және оның бізге бұйырғандарына разы болу. Жоғарыдағы жағдайларға біреуден өзіңнің артықтығыңа шүкір ету жүрегіңе тыныштық сыйламайды. Көп ұзамай сен де артығырақ, жоғарырақ адамдар тауып, өзіңді салыстыра бастайсың. Себебі сенің миың ылғи да салыстыруға дағдыланып қалған. Өзіңді өзіңмен төмен деп салыстырсаң, ішіңде менмендік, тәкаппарлық пайда болады. Ал өзіңнен жоғары біреуді көргенде, сенімсіздік орнап, өзіңе көңілің толмай құлазып, тығырыққа тірелесің. Қорқып кеттің бе? Мақсат сені қорқыту емес, маңызды мәселеге сенің назарыңды аударып, саналы шүкірліктің мәнін жеткізу. Саналы шүкірлік назарыңды үнемі өзіңде ұстау, өзіңдегі барды көру, салыстырмалы түрде емес, жай ғана сендегі барға шын қуана білу. Байлықтың нағыз баспалдағы да дәл осы формула. Дәл қазір қолыңдағы бар үшін, өмір үшін шын жүректен Аллаға алғыс айта алған адам ғана оң өзгерістерге қадам басады. Ондай адамның ойлары позитивке ауысады да миды қорқыныштан арылтады. Бойдағы үрейді басып, жүректі тыныштандырады. Тек қана осындай күйдегі адамның миына адекватты дұрыс идеялар келе бастайды. Бойында сергектік әрекеттерінде, ширақтық пен өзіне сенімділік ісінде өнімділік те болады. Әрине мұндай адам тез жетістікке жетіп, қолындағы бар еселеніп табысы артады. Яғни шүкір етсеңдер арттырамын деген жаратушының уәдесі сөзсіз орындалады. Осы аяттың жалғасында күпірлік етсеңдер азабым қатты деп келеді. Сондықтан аузымыздан шығатын әрбір сөзімізге де абай болуды әдетке айналдыру керек. Көбінде байқамай сүрініп қалсақ та, Құдай-ай, не деген сөз шығып кетіп жатады, мағынасына үңіліп көрші. Сүрінгеніңе Құдайды да кінәлап тұрғандай, құрып кеткір. Деген сөзді ешқашанда айтушы болма. Шындығында аталмыш сөздерде сені кері шегіндіріп жүрген болуы мүмкін. Ендеше бүгіннен бастап аузыңнан шығатын әрбір сөзіңді саралап сөйле. Назар аудар. Негативті ой келіп немесе негативті сөз шығып кететін болса, шым еткізіп, сәл ауырсыну сезгенше қолыңды шымшып қой. Бұл миыңа мұндай әдет маған ауырсыну әкеледі деген сигнал жіберу деп ойла.
Миымызда бізге ауыртпалығы келетін әрекет барынша аулақ болу деген функция бар. Мұндай жағдайлардан кейін бірте-бірте бұл жаман әдеттен арылуға көмектесіп, миың ондай сигналдардың беруін азайта түседі. Әрбір істен, құбылыстан, адамнан тек жақсы тұстарын іздеу сені табысты болуға жетелейді. Адамдардың жаман жағынан ғана көріп, жақтырмай оның кемшілігін көре берсең, бір адамның өн бойы бірнеше кемшілік таба бересің, тоқтаусыз таба бересің. Өйткені адам іздегенін көреді. Егер бір жақындыңды немесе танитын бір адамды белгілі себепке байланысты жақтырмасаң, енді оның жақсы жақтарын, дұрыс қасиеттерін теріп көрші. Мысалы, күйеуінің бір минусын көрсең, оның 10 плюсын тап. 10 плюстер міндетті түрде шығады. Байқамайтын, бағаламайтын, аңғарылмайтын тек өзіміз ғана. Қай адаммен қарым-қатынасыңды түзегің келсе, қай адаммен ара-қатынасыңды өзгерткің келсе, жақсы болғанын қалайсың. Онда сол адамның тек жақсы қасиеттерін ғана ізде және оны тап. Сен іздейсің және ол жақсы қасиеттерін міндетті түрде табасың. Күпірлік, яғни барының қадірін білмей, өміріңе көңілің толмай, кез келген дүниеге шағым айтқыш болу минусқа түсіреді. Ештеңеге көңілі толмай, менің ақ жолым болмай қойды ғой. Қашан жұрт сияқты жүр екем, шаршадым бәрінен деп баз кешіп, адамның ойын негатив жаулап, жүрегін мұң басып, санасы тұмшаланып, дел-сал күй кешіп, ештеңеге зауқы болмай, өзіне көңілі толмай түсіп жата бергісі келеді. Мұндай эмоциялар әсіресе өзін-өзі кінәлап, басқадан кем сезініп, іштей жегідей жеу тәні де әлсіретіп, үрей басып, ауырып қалатын күйге де жеткізеді. Күпірлік ету осылай тоқырау мен шығынға ғана жол бастайды. Бәрі де сол өзіндегі барға емес жоққа назар аударудан, өзіңді басқалармен салыстырудан басталады. Алайда өкінішке қарай біздің психикамыз тек салыстырсақ қана қолдағы бардың құнын түсінеді, немесе барыңды жоқтағанда ғана құнын аңғарып жатады. Ал достар, видео ұнаса лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер.